Сәлем достар, менің атым Данияр Алжар. Менің аты-жөнім Мұсырман Мұрат. Робототехника үйірмесіндегі біздің алғашқы робот қысқыш роботымыз. Біздің роботта 2 үлкен мотор бар, және де 1 кіші мотор бар. Үлкен мотор роботтың артқа алға жүруіне жауап береді, кіші мотор роботтың қысуына жауап береді. Біз кіші моторды қысып ашу үшін дыға жағадық. Робот алға артқа жүру үшін үлкен моторды бумен сыға жалғадық. Үлкен және кіші мотордың жұмыс істейтінін біз тексергеннен кейін оны программаға жалғаймыз. Программа жазу үшін бізге USB және компьютер керек. Біз роботты жүргізу үшін рульді алып келеміз мына жерге. Сөйтіп режимін количество секундты басамыз. Кейін мұнаны 1 секунд дегенді басып, орнына 3 секундты қоямыз. Сол кезде плейді басамыз. Міне. Роботтың алға артқа жүруін тексергеннен кейін затты ашып, қысып жібереміз. Ол үшін бізге кіші мотор керек. Режимін количество секундқа қоям. Жылдамдығы 50 болса, секунды 3 секунд болса, ашылады. Жылдамдығы -50 болса, жабылады. Осы әдісті пайдалану арқылы біз роботымызды алға, артқа және де қысу, ашу арқылы қолдана аламыз. Біздің роботта 2 үлкен мотор бар, және 1 қысқыш робот бар. Мотор бар, кіші мотор.